достар, сіздермен бірге мен Арай. Бүгін біз Көкіл мектебінің директорынан сұхбат аламыз. Бұл біздің Көкіл мектебінің директоры Абдулхамит ағай. Сәлеметсіз. Амансыз ба? Көкіл мектебі неге нағыз қазақ мектебі деп аталады? Балдарымызға сапалы білім берумен қатар балдардың бойына ұлттық қасиетті сіңіру, яғни үлкенге ізетпен қарау, кішіге қамқоршы болу, осының бәрі де балдардың бойына ұлттық қасиетті сіңіреді ғой деп ойлаймын. Жалпы мектеп оқушыларының барлығын қалай домбырада ойнатып үйретуге болады? Балдарға домбыра үйрету өзімнің авторлық мұрагер атты бағдарламаның негізінде жасалып жатыр. Бұл бағдарламаны 30 жылдан астам көптеген мектеп оқушылары домбыра орындап жүр. Біздің мектебіміз ұлттық тестілеуден ең жоғарғы нәтиже көрсетіп келе жатыр. Арай, сабақ басталып кетті ғой. Сіздермен болған мен Арай, сау болыңыздар.